жанында біздің сөйлегеніміз ұят болар дегенмен де өздері рұқсат беріп микрофон ұсынғаннан кейін кішігірім жақсылыққа шақыру жаманға дүйе әңгімелессек. Алла Субхана Тағала біздерге уақыт бергеннен кейін бұның барлық қадіріне жетуіміз керек. Арабтар айтады, уақытты сен бағдырмасаң, уақыт сен басын кеседі дейді. Яғни қылыш секілді уақыт дейді. Осы уақыттан пайдалана отырып, барлық ғалымдар осы ақшаны айландыра білген екен. Мысалы үшін Өзбекстанда туылған Абдулла Хиндистани деген оқыған үшін солай танымал болған. Өзінің білім алу деңгейінде тек қана стол және де әжетханасында өте жақын орналастырған екен. Не үшін? Өйткені ғылыммен соншалықты махаббатқа берілгені соншалықты сол әжетханаға алыса кеткеніне сол уақыттан ұтыламын деген мақсатта өте жақын орналастырған екен. Ойын бұзылмасын деген мақсатта дәрет алатын жер, аяқты жуатын сүлгілері, сонымен қатар бетті де жуатын сүлгілерін бөлек-бөлек қойып қойған екен. Не үшін? Ойын бұзылмау үшін деп істеген екен. Әкесі соншалықты, әкесінің айтқаны 17 жасарға дейін, әке, мен оқитын үш кітаптар қалмады дейді. 1,5 мың кітап жазған екен. 17 жасына барса, барлық білім шеңгейіне жетті дейді. Әкесі сынау мақсатында анасына айтқан екен. Анасы бұл бізді алдап жатыр, бұл 17 жасына дейін барлық кітаптар мүмкін емес, білімге деген соншалық құмарлық, ол мүмкін емес, бұл рия жасап жатыр бізге деп. Бізде жаңағы күнделікті ішімді шайына, стаканына солярка деген білесіздер ғой, солярка құйып береді. До того сол солярка екенін білмей, баласы оның уақыт кетпесін деп ішіп жүрген екен. Содан кейін не іштім деп те сұрамаған екен. Білімге деген қаншалықты мықты. Абдулла ибн Мубарак деген ғалым кісі жас кезінде білімге қатты берілген соншалықты өзінің кітаптарында айтып кеткен екен. Білімге 6 қағидасы бар дейді. Білімді бірінші сіз түсіну керексіз дейді, тыңдау керексіз дейді, тыңдағаннан кейін міндетті түрде жазып отыру керек дейді. Жазып отырғаннан кейін өзіңіздің сөзіңіз, өлеңіңіз, ініңіз, бауырыңыз, сізге жаны ашитын жақсы адамдарға сіз міндетті түрде сол практика жүзінде айтып көріңіз дейді. Соңында осы мәселелерді қайталап көру керек дейді. Осы жоғарыда айтылған қағидаттарды міндетті түрде өміріңізде принцип ретінде ұстансаңыздар, сіздерден де иншалла Абдулла ибн Мубарак секілді ілімді, білімді, әрі батыр сияқты ғалымдар шығады деп ойлаймыз. Мына жақта ұстазымыз Ықылас ұстазым айтып өткендей, және де Орекең айтып өткендей, иншалла қазақтың сахнасында, тарих сахнасында өшпейтін тұлғаларды айтып өтті ғой. 13 жасында қаншама батырларды бір сөзбен отырғызып тұрғызды деді. Сол сияқты сөздеріңіз сонақты болуын Аллах Субхана Тағаладан сұрап қаламыз. Уақыт демекші, мынау уақыт күнде Аллах Тағала уақыт деп айтады. Ол да бекер емес, уақытпен ант ішкендігі. Уақыт деген сіз соншалықты әрекет, біз 80-ге келсек те қарапайым адам 80 жаста да жасай береді, намазбен біліммен өткізсеңізде осы 80 жылдықта өте береді екен. Зулқарнайн деп кешегі ұстазым айтты ғой, Зулқарнайн деп өзінің жамағатына, яғни қол астындағы әскерлерді бұйырды дейді. Зулқарнайн нәби болған, бірақ пайғамбар болмаған, Аллахтың сүйікті құлы болған. Көп білім деңгейлерді, адамдар сықтаса, мынау суда шомылу деңгейлері, немесе ыстықта жүрген болса көлеңкеде отыру деген білім деңгейлерді осы Зулқарнайн патша үйреткен. Рамазан айында Алла Субхана Тағала бұл сауабын өзі беремін деді ғой, дұрыс па? Сондықтан осы Рамазан айында көбірек ұстазым айтқандай Құранмен немесе осындай уағыз насихаттар тыңдап, өздеріңізге керекті ілімдерді алатын болсаңыздар, иншалла сіздердің білікті бір амал шығады деп ойлаймын. Сұрақтар туындайтын болса, Құранда Нахл сүресі 43-ші аятында бар нәрсені білім иелерінен сұраңыздар дейді. Дегенмен де мысалы үшін заң саласында болса, бізден сұрасаңыздар, медицина саласында болса, дәрігерден сұрасаңыздар, дін саласында сұрақтарыңыз болса, өздеріңіз ұстаздарыңыздан сұрасаңыздар болады. Алла разы болсын.